Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздерге Pinduodu'да бір күшті өзгеріс болыпты, соны көрсеткім келіп отыр. Яғни бізге өзгеріс, себебі Қытай сайтында қазақтың ою-өрнектері көрсетілген телефонға арналған чехолдар бар. Оны көру үшін мына поиск деген жерге қазақ ою деп жазамыз. Мен мұнда жазғам, міне көрініп тұр, мінекей. Қазақ ою чехол, міне қазақ ою. Осы магазин, мінекей көріп тұрсыз ғой, иә, оюланған. Енді төменге түсірсек, міне қазақ ою деп шығып тұр. Міне қараңыздар, қандай чехолдар. Тіпті мінекей Абай Құнанбаевтың аты жазылған, сурет жазылған чехол көрдіңіздер ма? Осылай тапсырыс берсеңіздер болады. Тіпті описаниеға да қазақша жазып қойыпты, көк түсі және ақ түсі деп те жазған. Көрдіңіздер ме, қандай керемет. Осындай Қытай сайтында қазақтың ою-өрнегі қазақша жазылғанды көрсек, бір қуанып қаламыз. Осылай өздеріңізге ұнаған чехолды алсаңыз болады. Мына жерде күлегі жұмсақ қап дейді, тынық жұмсақ қап, қара жұмсақ қап деп, тіпті осының барлығын қазақша әріптермен қазақша жазыпты. Біздің қазақстандық кәсіпкерлерге де осылай қолдау көрсетсеңіздер болады. Бір жағынан ерекше, бір жағынан оларға қолдау көрсетесіз. Алдағы уақытта тағы да тек қана Pinduoduo емес, басқа да сайттардың ерекшеліктерімен жаймен айта беретін боламын. Менің каналыма тіркеліп қойыңыздар, жоғалтып алмас үшін.